Түсінде пайғамбарды көрген жігіттің оқиғасы. Бәрі жақсы болады. Бұл оқиға маған ерекше әсер етті. Естігенде көзіме жас алдым. Пайғамбарды, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, түсінде көрген жігіттің оқиғасы туралы жолдасыма баяндап бергенімде, ол да көз жасына ерік берді. Қоңырқай тіршілік кешіп жүрген бір танысым бар. Анасының қайтыс болғанына бірнеше жыл болды. Жас болса да екі қарындасы, әкесі мен ағасы соның қамқорлығында. Өзі де, ағасы да үйленген. Бала шағасы бар. Сол жігітке, оның отбасына қолдан келгенше көмектесіп тұрамын. Бұл маған ерекше күш береді. Өмірде жақсы адамдар көп қой. Олардың бір қажетіне жараған сайын өзіңді бақытты сезінесің. Әлгі жігіт сондай жанның бірі. Менімен ашық сөйлеседі, сырын жасырмайды. Жуырда басынан өткен бір оқиғаны айтып берді. Айлығы шайлығына жетпейтін ол мұңын шақса бір Аллаға білдіреді. Қанша қиналса да алақан жайып ақша сұрамайды. Намысты жігіт. Бір күні қаражаттан әбден қиналып кетсе керек. Қажетін адамнан емес, Алладан сұрап, оған үздіксіз мадақ айтып, пайғамбарға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, салауат айтыпты. Әсерлі оқиғаны сол кісінің сөзімен баяндайын. Аға, менің тұрмыстық жағдайымды сіз жақсы білесіз ғой. Сізден ештеңе жасырған емеспін. Бір күні қаражаттан қатты қысылып кеттім. Бірнеше кісіден қарыз алғаным бар. Ол да үлкен уайым болып жүрген. Қарыз бен уайымнан құтылу үшін оқылатын арнайы дұға бар. Ұстазым үйреткен дұғаны түнде жатар алдында бірнеше рет оқыдым. Кемі 1000 рет Аллаға мадақ, пайғамбарға салауат айттым. Кешірім дұғасы мен салауатты тоқтаусыз айта бердім. Бір кезде әбден шаршап, қалай ұйықтап кеткенімді білмей қалыппын. Түсімде ардақты пайғамбарымыз Мұхаммедті, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, көрдім. Жүзін көрсетпестен маған жолдаған сәлеміңді қабыл алдым. Уайымдама, Алла қаласа бәрі жақсы болады. Ертең қуанышты хабар жетеді, деп аяңдап кері кете бастады. Мен оның нұрлы дидарын көргім келіп, соңынан қалмай жүгіріп келем. Енді оң жағына жақындай бергенде, ол ақырын ғана байсалды қимылмен солға қарай бұрылып, жүзін жасырды. Мен сол жағына қарай ыңғайланып, жүзін көруге талпынып едім. Ол оң жаққа қарай ақырын бұрылып, тағы да жүзін көрсетпеді. Сосын көп ұзамай көзден ғайып болды. Ертең қуанышты хабар жетеді. Оның нұрлы жүзін көруге қатты талпынғанмен, бұл әрекетімнен нәтиже шықпады. Екі дүние сәруары пайғамбарымыз Мұхаммедтің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мүбәрек жүзін көру нығметінен әп-сәтте мақұрым қалып, өңменімді өксік кернеп, жылай беріппін. Таң намазына тақау уақытта шошып ояндым. Көзден шыққан жас бет жүзімді жуыпты. Үсті басым су, әбден терлеппін. Ұйқым шайдай ашылып, аяқ қолым дірілдеп, біраз уақытқа дейін өзіме келе алмадым. Таң намазынан кейін әдеттегі шаруама кірістім. Бір қуанышты хабарды іштей күтіп, үміттеніп жүрдім. Түске таяу біз тұрып жатқан пәтер иесі хабарласып, жұмыс кеңсесіне келуімді өтінді. Жалдап тұратын үйдің қожайыны кәсіпкер. Мүмкін
осы кісі бір қуанышты жаңалық айтып қалар деген ниетпен құстай ұштым. Бауырым, сенің отбасылық жағдайыңды жақсы білемін. Бір өзің үлкен шаңырақты алға сүйреп келесің. Кейде пәтер ақысын уақытылы төлей алмай қаласың. Бәрін түсінемін. Осы жылғы табысымның зекетін саған, сенің үлкен отбасыңа берсем деген ойға келдім. Егер қарсы болмасаң, осы қаражатты сен алсаң, игіліңе қолданарсың, деді. Мен не дерімді білмей, Алла разы болсын аға, Алла разы болсын аға, дей беріппін. Пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ертең қуанышты хабар жетеді деген сөзі тағы есіме түсіп, көзімнен жас ыршып түсті. Бұл қуанышты хабардың басы екенін қайдан білейін? Бір кезде әлгі үй иесі, үй сатып алуға қаражатың бар ма? Егер жинаған ақшаң болса, сен тұрып жатқан үйді өзіңе сатсам деген ниетім бар еді. Оған қалай қарайсың? Қанша қаражатың бар? Десе бола ма? Бірнеше жылдан бері пәтерден пәтер жағалап, үйсіз жүрген мен үшін бұл ұсыныс төбемнен суық су құйып жібергендей әсер етті. Не айтарымды білмей тосылып қалдым. Аға, менің қолымда сіздің берген мына зекетіңізден басқа ештеңе жоқ, дедім. Шынында әңгіменің тоқетері осы еді. Алғашқы жарна ретінде аз-маз болса да қаражат бере алмайсың ба? Деп мені тағы тығырыққа тіреді. Аға, менің бір басымда қаншама қарыз бар. Оны несіне жасырайын? Егер маған үйіңізді сатуды ниет еткен болсаңыз, мына зекет ақшасын ғана бере аламын, деп өзімше талап қойдым. Ол кісі, мен ойланайын, жауабын ертең айтармын, деді. Сөйтіп үнсіз шығарып салды. Осы қуанышты жайтты әкеме, ағама, жеңгеме, қарындастарыма жеткіздім. Бәріміз дұға жасауға келістік. Егер сол үй біздің құлшылығымыз бен тіршілігіміз үшін қайырлы болса, Алладан оның нәсіп болуын тіледік. Шынында бізге ненің қайырлы екені бір Құдайға аян ғой. Бір-бірімізбен сөйлесуді доғарып, тек дұға жасап, кешірім тілеп, пайғамбарға салауат айттық. Ертесіне таңертең үй иесі хабарласып, мен сенің жағдайыңа қарамастан үйді ешқандай жарнасыз өзіңе сатуға шешім қабылдадым. Қазір нотариуске барып, келісім шарт жасайық. Үйдің ақшасын ай сайын қанша мөлшерде бөліп төлеймін десең де мен оған разымын. Ең бастысы ниетімді Алла қабыл етсе болғаны, деді. Сонымен менің талабым бойынша айына қыс мезгілінде 200 мың, жаз кезінде 300 мың теңге жіберіп тұруға заңды түрде келістік. Бұл қуанышты хабарды естіген үй іші мәре-сәре күйге енді. Бәріміз қуаныштан көзімізге жас алдық. Біз үшін тұрғызған секілді. Сөйтіп, нотариуске барып, үйді сатып алу құжатын рәсімдедік. Маған берген зекетті өзіне қайтардым. Зекет есебінен үйдің жалпы сомасының біраз бөлігі азайды. Бұл менің өмірімдегі ұмытылмас күннің бірі еді. Аллаға сансыз шүкірлер мен оның елшісіне салауаттар болсын. Қазір Құдайдың нәсіп еткен осы үлкен үйде тіршілік етіп жатырмыз, аға. Бізге бұл жер үй өте қолайлы. Өйткені үлкен үй 2 отбасыға арналып салынған. 2 жанұяға 2 бөлек есіктен кіресіз. Құдды Хақ Тағала бұл үйді әу бастан біздің әулетіміз үшін тұрғызған секілді. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Біздің әңгімеміз осы жерден кілт үзілді. Өйткені бәрі түсінікті еді. Осы сәтте Осман империясының бірнеше жыл басқарған
Абдулхамид сұлтанның оқиғасы есіме түсті. Күн сайын ұйықтар алдында ардақты пайғамбарымыз Мұхаммедке, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, салауат айтатын сұлтан түннің бір уағына дейін мемлекет ісімен айналысып, әбден шаршап, салауат айтуды ұмытып, жұмыс үстелінде көзі ілініп кетеді. Көп ұзамай бір кәсіпкер Абдулхамид сұлтанға келіп, сіз маған қарызсыз, соны алуға келдім, дейді. Мұны түсінбеген сұлтан себебін сұрағанда, мырзам, мен саудамен айналыстым. Ісім алға баспай, шаш етектен шығынға баттым. Әр күні жатар алдында Аллаға дұға етемін. Кеше түнде түсімде пайғамбарымызды, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, көрдім. Ол маған, біздің Хамид кеше Алланы еске алуды, маған салауат айтуды ұмытты. Оған бар да өзіңе қажет қаражатты ал, деді. Сол үшін сіздің алдыңызға келіп тұрмын, деген жауап алады. Абдулхамид қарызын сұрап келген әлгі кәсіпкерге пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, біздің Хамид деген сөзін 4 рет айтқызып, 4 қалта алтын беріп жібереді. Егер сұлтанның көмекшісі саудагерге саған осы жеткілікті емес пе, деп тоқтатпағанда, Абдулхамид Алла елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, біздің Хамид деген сөзін тоқтаусыз тыңдап, бүкіл байлығын беріп жіберер ме еді? Ханның көмекшісі, әміршім, ол сіздің бар байлығыңызды алып қоя жазады ғой, дегенде Абдулхамид былай жауап береді. Ант етейін, егер ол менен сұрағанда бүкіл байлығымды билігіммен қоса берер едім. Кеше түнде үстелімде отырып ұйықтап қалыппын. Салауат айтуды ұмытып кетіппін. Қателік жасадым. Алла бізді кешірсін. Бір күні хақ елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, жүзінен қуаныш байқалады. Сол кезде сахабалары, уа Алланың елшісі, жүзіңізден қуаныш байқап тұрмыз, дейді. Сонда ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, маған періште келіп, уа Мұхаммед, Раббың үмбетіңнен саған біреу бір мәрте салауат айтса, мен оған 10 салауат айтамын. Үмбетіңнен саған біреу бір мәрте сәлем жолдаса, мен оған 10 сәлем жолдаймын. Осыған разы боласың ба, деді. Мен әрине разы боламын, деп жауап бердім, деген. Тағы бір хадисте, кім маған бір салауат айтса, оған Алла 10 салауат айтады, және оның 10 қателігі кешіріледі. Әрі оның дәрежесін 10 есеге көтереді, делінген. Алла тағала баршамыздың екі дүниеде мерейімізді үстем етіп, дәрежемізді арттырғай. Әумин. Мешіт тазалап, баспаналы болған кісінің ықыласы. Оның жаны сұлу еді. Таныс имамның аузынан осы оқиғаны естігенде, шын мәнінде Алла сендердің түрлерің мен сырт көріністеріңе қарамайды, алайда жүректерің мен іс-амалдарыңа қарайды, деген хадис еске еріксіз түсті. Сонымен қатар бір ізгі адамның аз амалды ниет көбейтеді, көп амалды ниет азайтады, деген сөзінің мәнін терең түсінгендей болдым. Ғибратты оқиғаны имамның сөзімен баяндайын. Ол жігіт үнемі өзімен бірге шағын қорап алып жүретін. Оның ішінде аяқ киім тігетін құрал саймандары болатын. Жаздың ми қайнатар 40 градус аптап ыстығымен, қыстың қатты аязында да аяқ киім тігіп нәпақасын табатын. Қолына қарасаң, тесілмеген жері қалмаған.
Өзіңіз ойлап көріңізші. Таңнан кешке дейін үшкір әрі өткір бізбен жұмыс істеген адамның қолы қалай кесілмесін? Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кәсіптің ең қайырлысы ықыласпен еңбек еткен жұмысшының қол еңбегі деген. Алла елшісі тағы бір хадисінде көп жұмыс істеп, қолы әбден күс болған адамды ерекше мақтаған. Әлгі жігіт сондай мақтаулы жанның бірі болсын деп тілеймін. Оның қалай және қандай жағдайда өмір сүріп келе жатқанын жақсы білемін. Аядай ғана бір бөлмелі жатақхананы жалдап тұрады. 6 қызы бар. Кішкентай ғана бір бөлмеде толық жуынуға мүмкіндік жоқ. Өзінің өмірі мен тұрмыс жағдайы туралы шағым айтқан емес. Үнемі күлімсіреп жүретін. Үйге нан апарсам, 6 қызым 6 жақтан жұлмалап әп-сәтте тауысып қояды. Сөйтіп шайды нансыз ішуге тура келеді, деп жымиып, қыздарының қылығына риза болып отыратын. Барға қанағат, жоққа шүкір айта білетін адам бар ма? Бұл сұрағандарға ойланбастан сол жігітті көрсеткен болар едім. Ыстық күннің астында жұмыс істеп әбден қарайып кеткен. Оны көрген сайын бір ғұламаның сұлу адам үнемі жақсы болып көріне бермейді, ал жақсы адам үнемі сұлу болып көрінеді деген сөзі есіме түсе беретін. Оның жаны сұлу еді. Маңдай терімен ризығын теріп, 6 қызын асырап отырған ол әр бейсенбі сайын түнгі құптан намазынан кейін мешітке келетін. 6 қызы және жұбайы әйелдерге арналған дәретхананы, ал өзі ер кісілерге арналған дәретхананы тап-таза етіп жуып қоятын. Жүрегім түрлі кірден тазарса. Бейсенбі күні құптан намазынан кейін мешітте 2-3 сағат отырып кітап оқитын әдетім бар. Оның үстіне жұма уағызына дайындаламын. Уағыз тақырыбына қатысты кітап оқып отырған сәтте есікті біреу ақырын қақты. Әдепті кісілерді есік қаққанынан ақ білесің ғой. Ашып қарасам, әлгі кісі екен. Ол бізбен сөйлескенде көзімізге тіке қарамайтын. Ақырын ғана басын төмен түсіріп, имам, ер мен әйелдер дәретханасын тап-таза етіп жуып қойдық. Сізге бір өтінішім бар еді. Өзіңіз білесіз ғой, біздің жатақханада жуынатын бөлме жоқ. Осы мешіттен душ қабылдап алсақ бола ма? Деп сұрады. Оның әдепті әрекеті мен сұрағынан қатты қысылып кеттім. Әрине болады, дедім еш ойланбастан. Аллаға шүкір, мешітте душ қабылдайтын керемет жағдай жасалған. Жұбайы мен қыздары әйелдерге, өзі ерлерге арналған душқа түсіп алған соң, арнайы келіп тағы да рахметін жаудырып, ризашылығын білдіріп кетті. Ол мешітке жиі келіп, жамағатпен бірге намаз оқитын. Бір күні намаздан кейін көріп қалдым да, жеке шақырып, кез келген уақытта шомыла бер, дәретхананы тазалау шарт емес, дедім. Оның маған берген жауабы мынадай болды. 6 қызым, әйелім және мен, жалпы 8 адам жуынып мешіт суын пайдаландық. Ертең о дүниеде есеп күнінде мешітте пайдаланған судың сұрауы болған сәтте оны дәретхана тазалаумен өтедім ғой деп айтпаймын ба? Мешіт суының ақысын сұрамау үшін дәретханасын тазалап тұруым тиіс. Оның маған берген жауабына, тақуалығына тағы да қатты тәнті болдым. Осыдан кейін мынадай ой келді. Расында,
Кез келген базардағы дәретханаға кірсең, ақшасын төлейсің. Ал мешіттің суын, жарығын, жылуын ешқандай сұраусыз жыл 12 ай тегін пайдаланамыз. Оның ақысын ешкім сұрап жатқан жоқ. Мешіттің суын пайдаланғаным үшін деген ниетпен аз да болса садақа жәшігіне тиын тастап кетуге болады ғой. Бір күні сол жігіттің 150 теңгеге сабын сатып алып, оны мешіт дәретханасына қойып жатқанын көріп қалдым. Оның орнына 3 нан сатып алып, 6 қызыңды қуандырмайсың ба? Десем, имам, бүгін бейсенбі, ертең жұма. Қасиетті жұма күні мешітке намаз оқуға келген мұсылмандар дәрет алып, осы сабынмен қолындағы кірді кетіреді. Сабын қолдың кірін қалай кетірсе, Алла тағала менің осы кішкентай амалымды қабыл етіп, жүрегімді түрлі кірден тазартуын тілеймін. Соны үміт етемін, деп жауап берді. Оның бұл сөзіне не дерімді білмей абдырап қалдым. Жігіттің ықыласы жүрегімді елжіретіп жіберді. Осы оқиғаны мешіт жамағатына айтып бергенімде, араға бірнеше күн салып, бір демеуші азамат ол жігітке үй алып берді. Бәріміз өзіміз үй алғандай қуанып кеттік. Алайда ол жігіт маған өз ренішін білдіріп, имам, мен бұл амалды Алла разылығы үшін жасап жүрген едім ғой. Біреудің үй алып беруінде дәметпедім. Бұл ісімді жамағатқа айтып бергеніңіз жөн болмады. Кез келген мұсылманның ешкім білмейтін Аллаға ұнамды бір амалы болу керек қой. Алла үшін істеген амалдарымызды адамдар білмей-ақ қойса екен, деді. Құлшылық құсының қанаты. Сол сәтте қатты қысылғаным-ай. Көпшілікке ғибрат болсын деген ниетпен насихат ретінде айтқаныма бір жағынан қатты ұялып кеттім. Жігіттің ықыласына тағы да тәнті болдым. Ғалымдарымыз ықылас мына нәрседе анық байқалады. Халықтың мақтауы мен даттауына көңіл бөлмеу деген. Ол халықтың мақтауы былай тұрсын, тіпті бұл амалын өзгелердің білмеуін қатты қалаған екен. Осындай тақуа жандардың игі істері бізге де үлкен сабақ. Ізгі адамның ықыласпен жасаған амалы рухани қуат береді. Имам сөзін осылай түйіндеді. Бірде Айша анамыз, Алла оған разы болсын, кедей кепшікке садақа берген сәтте міскін рахметін айтып дұға жасайды. Сол кезде Айша анамыз да оған дәл сондай дұға етеді. Одан адамдарға жақсылық жасайсың, әрі оларға дұға етесің. Мұның себебі неде деп сұрағанда, оның мен үшін жасаған дұғасы менің берген садақамның ақысы болуынан қорқамын. Берген садақамның ақсыз таза болуын қалаймын. Және оның сауабын тек Алладан ғана үміт етемін. Сондықтан міскіннің маған жасаған дұғасына мен де қайталап дұға етемін деген екен. Иә, ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айтқандай, Алла тағала шынайы ықыласпен және оның разылығы үшін жасалған амалды ғана қабыл етеді. Біз баяндап өткен жігіттің ықыласпен жасаған ізгі амалы Алланың құзырында қабыл болғай. Жәләлуддин Руми былай деген екен: сенің барлық іс-әрекетіңе ықылас қажет. Сонда ғана Алла тағала жасаған сауапты істеріңді қабыл алады. Өйткені ықылас құлшылық құсының қанаты. Сен қанатсыз бақыт мекеніне қалай ұшпақсың? Алла тағала баршамызға аз да болса тұрақты түрде ықылас пен ізгі амал жасауды нәсіп еткей. Әумин.
200 теңгеге мешіт салған оқушының оқиғасы. Ақсақалдың амалы. Қарағанды облысына қарасты ауылдың бірінде болған ғибратты оқиғаны баяндап беруге бекіндік. Мектеп қабырғасында білім алып жатқан бір оқушының ықыласты амалының себебінен зәулім мешіттің құрылысы жоспардан бұрын аяқталыпты. Әдетте мешіт тұрғызу жұмысы бірнеше жылға созылады. Мұны тәжірибемізден жақсы білеміз. Алайда өрімдей баланың ерлікке пара-пар ісі маған да ерекше мотивация берді, деді ауыл имамы. Болған оқиғаны имамның сөзімен баяндайық. Көп жағдайда мешіт салу ісін демеушілер өз мойнына алады. Олардың қолы ұзын ғой. Қаражат болса, құрылыс қарқынды жүретінін айтпаса да түсінікті. Ал біздің қолымызда нақты қаражатта, техникада болған жоқ. Бір Аллаға тәуекел етіп, халықтың көмегімен үлкен мешіттің құрылысын бастап кеттік. Бір жыл 4 айда құлшылық үйінің құрылысын толық аяқтадық. Алла үйін бұлай тез әрі қиындықсыз бітіреміз деп ойламадық. Қазір ойлап қарасам, мешітіміз ықыласты адамдардың амалымен тұрғызылған екен. Құрылыс барысында көптеген ғибратты оқиғалардың куәсі болдым. Бір күні өзге өңірден ақсақал хабарласты. Шырағым, мен зейнет жасындағы адаммын. Ниет етіп мешітке арнаған ақшам бар еді. Соны қалай табыстаймын деп бірден шаруаға көшті. Мен болса 5-10 мың теңге беретін шығар, оны қалай алдырсақ екен деп ойланып қалдым. Мен де сұрақты төтесінен қойып, қанша қаражат берейін деп едіңіз, ақсақал, дедім. Зейнет ақымнан жинап жүрген 100 мың теңгем бар еді. Соны Алла жолында мешітке бергім келеді, деп қатты ұялтты. Зейнет ақысынан басқа табысы жоқ ақсақалдың осындай амалын көргенде, шынында өз-өзіңнен ұялады екенсің. Табысы тәуір кісілер мұндай тәуекелге бара бермейді ғой. Бірде құрылыс басында жүргенімде бейтаныс кісі келіп, қолыма ақ қағаз ұстатты. Бұл қарттар үйіндегі бір әженің аманаты. Соны өзіңізге табыстау үшін арнайы келдім, деді. Қағазды ашып оқысам, жаңа мешіт құрылысына менің үлесім 2000 теңге деп жазыпты. Қарттар үйінде отырып біздің ісімізге сырттай тілеулес болып қана қоймай, қалтасындағы бар ақшасын беріп жіберген қарт әжейдің ниеті мен амалына Алла мол сауаптан жазсын деп іштей тіледік. Осыған ұқсас әсерлі оқиғалар көп болды. Соның ішінде маған әсер еткені бір оқушының ізгі ісі. Бастауыш сыныбында оқитын кішкентай бауырымызға ата-анасы күн сайын 200 теңге береді екен. Ол әке-шешесінің, балам, қарның ашып қалмасын, сабақ арасында су ішіп тоқаш жеп ал, деп берген 200 теңгесін мешіт құрылысына арналған қорға әкеп тапсырды. Бұл ісін бірнеше рет қайталады. Балақай, ата-анаң бұл ақшаны тоқаш сатып алуға берген болса, оны неге мешітке әкелдің, деп сұрадық. Ол, мешітке мен де үлес қосқым келді. Ол менің ауылымның мешіті ғой, деп жауап берді. Балақайдың ақылы мен тапқырлықпен қайтарған жауабына ешқандай уәж айта алмадық. Ерлікке бергісіз іс. Бәрімізде бала болдық қой. Қолымызға аз-кем ақша тисе, дүкенге құстай ұшып, тәтті алып, балмұздақ жеп мәз болатынбыз. Алайда әлгі балақайдың түсінігі мен ісі бәрімізді таң қалдырды. Мектептегі
күнделікті тамағынан бас тартып, былайша айтқанда, балалық қалауын жеңіп, сәби жүрекпен, кіршіксіз ниетпен мешітке деп әкеп тұрған 200 теңгесін өзіне қайтарып бере алмадық. Баланың шынайы ниетпен саналы түрде жасаған бұл әрекеті бізге үлкен мотивация берді. Балақайдың бұл ісінде үлкен қайыр бар және біз үшін өмірлік өнеге болуы тиіс деп ойладық. Сәбидің періште тілегі қабыл болады. Алла қаласа, осыдан кейін мешіт құрылысы қарқын алып, көп ұзамай ауыл тұрғындарының игілігіне беріледі деген жақсы ойда болдық. Сәті келгенде әлгі бүлдіршіннің жасаған ерлігі мешіт құрылысына тұрақты түрде қаржылай көмектесіп жүрген демеушілерге әңгімелеп бердім. Олар да бастауыш сыныпта оқитын баланың бұл әрекетінен қатты әсер алып, арасында мешітті біз емес, сол оқушы салдырып жатыр екен ғой. Ол шынайы ықыласымен өзіне еш нәрсе қалдырмай, қолындағы барымен бөлісті. Ал біз табысымыздың белгілі бөлігін ғана мешітке беріп отырмыз. Оның тәуекелі мен біздің тәуекеліміздің айырмасы жер мен көктей. Бір емес, бірнеше рет өз қалауын жеңіп 200 теңгесін мешітке әкеп беруі ерлікке парапар іс, деп толғаныспен ой қозғады. Иә, адамның ниеті мен ықыласы сауап тұрғысынан, амалынан басым болады екен. Атақты табиғин Абдулла ибн Мүбәрактың, Алла оны рахымына алсын, мынадай сөзі бар: аз амалды ниет көбейтеді, көп амалды ниет азайтады. Пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадисінде айтылғандай, мұсылманның ниеті ісінен қайырлы. Алла тағала қиямет күні амал жазатын періштелеріне, пәленше деген құлымның амал дәптеріне мынаны жаз деп бұйырады екен. Сонда періштелер: уә Раббымыз, бұл пендеңнің ондай бір ісін жазбадық. Дәптерімізде ондай нәрсе жоқ дейді екен. Сол кезде Алла тағала: құлым мұны істеуге ниет қойған еді деп жауап береді. Міне көрдіңіз бе, адам баласы жақсы ниетімен ақ жақсылыққа кенеледі. Оқушының жақсы ниетінің өзі керемет емес пе? Осы оқиғадан мынадай ой түйдік. Ізгі ниеті ұлық болған ұлдарымыз бар кезде біз Алланың қалауымен ешқашан жаман болмаймыз. Имам сөзін осылай тәмамдады. Бізде бұл оқиғадан көп сабақ алдық. Осы мақаланы жазу барысында Ақмола облысына қарасты ауылда имам болып жұмыс істейтін таныс кісімен сөйлесіп қалдым. Ниетімен 200 теңгеге мешіт салған оқушының амалы жайлы баяндап бергенімде, ол да әсерленіп, басынан өткен бір ғибратты оқиғаны әңгімелеп берді. Көлікке жинаған ақшасын мешітке берген. Ол кезде қызымның жасы небәрі 6-да болатын. Қыз әкесіне жақын болады деген сөзге бұрын мән бермейтінмін. Осы оқиғадан кейін қызымның маған деген махаббатын, қамқорлығын көріп, көңілім босап кетті. Имамдық ету халыққа қызмет жасау деген сөз. Халықтың қуанышы мен қайғысына ортақтасып, ары-бері шапқылап жүресің. Арасында отбасыңа да көңіл бөлуің керек.
олардың да ақысын бермесе болмайды. Әйтпесе бізде нақты демалыс күні жоқ. Ажал айтып келмейді дегендей, мешіттің сан әлуан шаруасынан бөлек кісі қайтыс болған үйлерде діни рәсімдерді атқаруын қажет. Осындай қарбалас жұмыс арасында уақыт тауып бала шағаға көңіл бөлу әкенің міндеті емес пе? Бірінен соң бірі жалғаса беретін шаруаға жаяу шапқылап жүргенімді көрген 6 жастағы қызым қасиетті қағба секілді төртбұрышты ағаштан жасалған қорапшаға ақша жинай бастапты. Онысын маған айтпаған. Анасына осы қорапшаны ақшаға толтырған соң әкеме көлік әперем. Жаяу жүріп әбден шаршады депті. Ниетінен айналмайсың ба? Жұма күні балаларыма сыйлық жасайтын әдетім бар. Жұма мұсылман үшін мереке болған соң бала шағаға аз кем ақша беремін. Қызым өзіне берілген ақшаға еш нәрсе алмай, бәрін қорапшасына сала беріпті. Қазір ауылымызда жөндеуге келмейтін шағын ескі мешіт бар. Мешітке келушілер саны күн сайын артып келеді. Жұма айт намаздары кезінде мешіт былай тұрсын, ауласына адам симай қалады. Бір күні ауыл әкімдігі мен жамағатпен ақылдаса келе, аумағы үлкен жаңа мешіт саламыз деп шештік. Қай жерде жүрсем де халықты мешіт құрылысына көмектесуге шақырамын. Үйге келген қонақтардың да осы мәселе бойынша мазасын аламын. Мешітті бітірмей жаным жай таппайтынын сезген әлгі 6 жастағы қызым бірде: әке, мына қорапшадағы ақшаға сізге көлік әперем деп ойлағам. Бірақ осыны мешітке берсек қалай болады? Деп тосыннан сұрақ қойды. Мұны қайдан алдың? Неге мешітке бергің келіп тұр? Деген сұрағыма, сіз берген ақшаларды осы қорапшаға жинап келдім. Негізі сізге мәшине сатып алам деп ойлағам. Бірақ сіз үнемі адамдарға жаңа мешітке көмектесіңдер деп айтып жүрсіз ғой. Айтқаныңызды бірінші болып орындағым келді, деп жауап берді. Не айтарымды білмей қызымды құшақтап ұзақ үнсіз тұрып қалдым. Жүрегім елжіреп кетті. Осындай ақылды қыз берген Құдайға шүкір айттым. Көңілін қимай, ниеті орындалсын деген оймен қорапшаға жинаған ақшасын түгел мешіт құрылысына жұмсадық. Ауыл имамымен болған әңгімеге осы жерден нүкте қойылды. Жүрек патша, ағзалар оның әскері. Осы оқиғалардан өзімізге біраз ой түйдік. Ол қызымызды біздің игі бастамаларымызға, ізгі істерімізге жанкүйер болуға тәрбиелеуіміз керек екен. Сонда отбасында әке бастаған жақсы істердің нәтижесі берекелі болады. Отбасы қолдаған отағасын отандастары да қолдайды. Көшбасшылық қасиет шаңырақтан басталады. Ұлымыз ұлықты, қызымыз қылықты болсын десек, олардың жүрегін мешітке байлау қажет. Мешітке байланған жүрек жақсы істерге бастамашыл келеді. Өйткені әрбір істі басқаратын орталық бар. Адам баласының сана сезімін басқаратын орталық жүрек. Жүрекке ар мен намыс, ұят пен иба, адамгершілік пен мейірімділік сынды құндылықтарды ұялатсақ, баланың тұла бойында
ізгілік пен жақсы мінез көрініс табады. Пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бір хадисінде жүрек патша, ағзалар оның әскері. Егер патша жақсы болса, әскері де жақсы болады. Егер патша әлсіз болса, әскері де әлсіз болады деген. Кейде баланың іс-әрекетінен де сабақ алу қажет. Себебі бала ешқашан ертеңгі ризық несібесі үшін алаңдамайды. Не істесе де шын ниетпен орындайды. Егер біздің қолымызда соңғы ақшамыз қалса, оны түгел мешіт құрылысына жұмсар ма едік? Ертеңгі күнімізді ойлап, белгілі бөлігін ғана береміз. Солай емес пе? Ал бала барын береді. Нәпсі қалауын тізгіндей алған бала өскенде бойын күнәдан алыс ұстай алатын дәрежеге жетеді. Бала үшін балмұздақтан, тоқаштан бас тарту ауыр ғой. Бірақ одан саналы түрде бас тартып, мешіт құрылысына бар ақшасын берген бүлдіршіннің тәуекелін айтсаңшы. Бізге де кейде осындай тәуекел жетіспей жатады. Ниет бәрінен биік тұратын құндылық. Әр адамға сәби көңіл керек. Мұсылман адам ізгі ниет үшін жасамаған амалының сауабын алады екен. Бұған байланысты Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сендерге бір нәрсе айтамын, жақсылап түсініп алыңдар. Дүниеде 4 түрлі адам бар. Біріншісі, Алла өзіне мал-мүлік пен білім берген адам. Бұл кісі мал-мүлкін Алла жолында жұмсайды. Туыстарына қарайласып, байлығы мен дүние мүлкінде Алланың ақысы бар екенін біледі. Бұл ең жоғарғы дәреже. Екіншісі, Алла өзіне білім берген, бірақ мал-мүлк бермеген адам. Бұл адам жақсы ниетпен, егер менде де байлық болса, мен де оны Алла жолына жұмсайтын едім деген ниетте болады. Ол кісі де осы ниетінің жемісін көреді. Нәтижесінде екеуінің алатын сауабы тең болады деген. Тағы бір қасиетті хадис шәрифте, кімде-кім жақсылық істеуге ниет етіп, істей алмай қалса, Алла тағала оған толық жақсылық істегендей сауап жазады. Ал жақсы іске ниет етіп, сол ниетін іске асырған кісіге Алла 10 еседен 700 есеге дейін, тіпті одан да көп сауап жазады делінген. Адамның жаны тәніне қандай қажет болса, ниет те амалға сондай қажет. Таразыда ауыр тартқан айран. Мақаланы жазып біткен сәтте мешіт салып жатқан құрылысшыларға бір кесе айран ұсынып, есеп күнінде сол кішкентай амалы үлкен сауапқа айналған кейуананың ниеті жайлы оқиға еске түсті. Бұл Түркияда болған жағдай еді. Истанбулда Сүлеймания мешіті бар. Ол 2019 жылға дейін, яғни қазіргі Шамлыжа мешіті тұрғызылғанға дейін көлемі жағынан бірінші орында болды. Сүлеймания мешіті Османлы сәулет өнерінің ең озық үлгілерінің бірі. Мешітті Сүлеймен сұлтан салдырғаны үшін Сүлеймания деп аталған. Мешіт салудың сауабы мол екенін түсінген Сүлеймен патша Алла үйін тек өзінің қаражатына тұрғызуға бел буады. Сол үшін қарамағындағыларға құрылыс жұмысына
ешкімді араластырмауды бұйырады. Бұл ниетін құрылысшыларға да жеткізіп, мешітке кететін шығынды толық өзім өтеймін. Ешкімнен еш нәрсе алушы болмаңдар, деп шегелейді. Осылайша Ыстамбұл төрінен күмбезі аспанмен таласқан зәулім мешіт салына бастайды. Мешіт жанында тұратын кейуана құлшылық үйінің құрылысына көмектескісі келеді. Алайда оның қолында ешқандай қаражат болмайды. Үйінің ауласында жайылып жүрген жалғыз ешкіден басқа байлығы жоқ еді. Дегенмен шынайы ниетпен жаңа мешіттің жұмысына өз үлесін қосуды қатты қалайды. Ешкі сүтін сатып күнелтетін ол ниетінен қайтпай мешіт салынып жатқанда қарап қалмайын, тым болмаса ыстық күнде жұмыс істеп жатқан құрылысшылардың тамағын жібітіп шөлін қандырайын деген оймен бір кесе айран ұсынады. Құрылысшылар айранды сіміріп алады. Сол түні Сүлеймен Сұлтан түс көреді. Түсінде ақыретте адамдардың есеп беріп жатқанын көреді. Кезек оған келеді. Есеп таразысының бір басына салдырған мешіті, екінші басына бір кесе айран қойылады. Алайда бір кесе айран мешіттен ауыр тартады. Бұл көріністен шошып оянған ол таңғы шаруасын мешіт салып жатқан құрылысшыларды сұрақтың астына алудан бастайды. Мешітке қандай адам қаражат әкеп бергенін немесе кім құрылыс жұмысына көмектескенін сұрайды. Құрылысшылардың бірі күндіз қарт әжей бір кесе айран бергенін жеткізеді. Сұлтан мән жайды бірден түсінеді де үнсіз қалады. Үлкен жүректі кішкентай баланың амалы. Ізгілерден қалған амалдан бұрын ниет етуді үйрен. Ниетке қарай кішкентай амал үлкен амалға, үлкен амал кішкентай амалға айналады. Пенде жақсы ниеттен танбаған сайын ізгіліктің жолында болады. Жақсылықта алға шығу қадаммен емес, ниетпен болады деген сөздің мәні осында жатса керек. Жақсы ниетпен қолынан келген кішкентай амалды жасап бір кесе айран ұсынған кейуананың ісі таразы басында ауыр тартуы көп нәрсені білдіреді. Сондықтан әрдайым жақсы ниетте болайық. Ниетті әрдайым түзеп отырмасақ, лезде құбылып шыға келеді. Ғұлама Суфиян әс-Сәуридің, Алла оны рахымына алсын, ниетімнен басқа ешбір іспен арпалысқан емеспін. Себебі ниет маған әрдайым құбылып тұрады, депті. Адам қайырымдылықты бар болғаннан жасамайды, нар болғаннан жасайды. Нар қашанда елдің көшін бастайды, жұрттың жүгін көтереді. Кімде-кім өз отбасының кәкір-шүкір шаруасынан ел жұрттың мүддесін биік қоя алса, міне осындай нар кеуде азаматтардан қайырымдылық шығады. Өткен жолы ақпарат құралдары еліміздегі 5 жасар баланың ерлігін жарса жазып жатты. Кішкентай балақай планшет алуға жинап жүрген ақшасын бір науқас адамға беретінін айтқан. Осылайша бірнеше айдан бері жинаған 6900 теңгесін
қайырымдылыққа жұмсады. Кішкентай бала үлкен жүректі адамның ісін жасады. Ол ақша, былай қарасаңыз, еш нәрсе шешпеуі мүмкін. Бірақ бұл отбасындағы үлкен тәрбиені көрсетеді. Міне осындай ұрпақ қана біздің келешегімізді кемел ете алады. Осындай бүлдіршіндер ертең-ақ жетіліп ел ісіне араласа, халықтың тілеуі сонда орындалады. Құрметті тыңдармандарым, әңгімемді бастамас бұрын өтінішім қазақ арнасының дамуына үлестеріңізді қосып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, жаңадан шыққан әңгімелерімді біріншілерден болып тыңдайтын боласыздар. Ендеше әңгімемді бастайын. Бауыры жоқ қой. Колхоздың алыс бір шетіндегі фермеде қойлар қозлаған сәттерде телпектігу цехына үш күндік қозыларды тапсырушы еді. Нән жасыл бортовой машина келіп, барлық ақ және қара түсті қозыларды жинап алып кетті. 10 километр қашықтықтағы цехтың бір бұрышында тұрған қассап қозыларды шетінен бауыздап, ақ қозыны аққа, қара қозыны қараға бөлшектеп лақтырып жатты. Ең соңында қалған ала қозыны түсі сәйкес келмеген үшін соймады, фермеге қайтарып жіберді. Арадан жылдар өтіп, әлгі қозы қой болды. Буаз болған ала қой егіз қозы туды. Бірі әппақ, бірі қап-қара. Ала қой қозыларын аймалап, жалап, еміреніп, емізіп, аналық мейірімін беріп, жанынан сәл алыстаса жалтақтап іздеп қалушы еді. Сағаттар күнге ұласып өте бастады. Ала қойдың қозылары енді 3 күндік болғанда, әлгі нән жасыл бортовой машина келіп, кіп-кішкентай ақ және қара қозыларды машинаға тиеп жатты. Басқа қозыларға қосып, ала қойдың да қозысын тиеп жатқанын көрген ала қой жүгіріп барып, қозыларды тиеп жатқан адамдарды дүгіп қарсылық көрсетті. Бірақ фермер жігіт ала қойды ұстап ап, бақанға байлап қойды. Барлық қозыларды тиеп алып кеткен машинаның артынан маңырап жылаумен қалған ала қой қанша тартқыласа да жіпті үзе алмады. Бір күнде қозысынан арылған қой бірнеше күн бойы жер бауырлап жатып алды. Не жемін жемей, не шөбін жемей, бірнеше күн бойы қозыларын іздеп маңыраудан тоқтамаушы еді. Арадан және айлар өтті. Ала қой және буаз болды. Екі қап-қара қозы туған ала қой және сол машинаның келіп алып кетуінен қорқып, қозыларын айналшықтап, көз үзбей қарайлап жүруші еді. Алыстан көрінген жасыл бортовой машина ала қойдың зәресін ұшырып, қозыларын жанына алып, қораның төріне қашты. Бірақ машинадан түскен дәуде екі жігіт ала қойдың қозыларын басқа қозыларға қосып, сол машинаға тиеп алып кетті. Ала қой маңыраумен машинаның артынан бар күшімен жүгірді. Жете алмай көздерінен жасы бұрқырап, машина көрінбей қалса да, тынбай маңырап, қозыларының ізінен боздап қала берді. Арадан жылдар өтті. Әлгі ала қой жылда кейде ақ, кейде қара қоз туып, әр туғанында сол нән жасыл бортовой машина басқа қозыларға қосып, ала қойдың қозыларын да алып кетіп жатты. Ала қой қозы кезінде сол цехта қозыларды сойып жатқанын өз көзімен көргесін, қозыларының сойылып жатқанын жүрегімен сезіп, жүрек бауыры езіліп, әр кез қозыларын алып кетіп жатқанда, адам секілді көздерінен жасы бұрқырап жылап қалушы еді. Байғұс қой жыл сайын қозыларынан айырылып, еңсесі түсіп қала бергесін, әбден дәрмені қалмай, қозыларын төрт аяғының арасына қысып көрсетпеуге тырысар. Бірақ сол ажал машинасы көрінгенде үрейі ұшып, қайда қашарын білмей қалушы еді. Ала қой 9-шы рет буаз болып, екі әппақ қозы туды. 3 күн өтіп, және сол ажал машинасы келіп, ала қойдың әппақ қозыларын машинаға тие бастады.
Ала қой соңғы күші қалмағанша қарсылық көрсетіп жатты. Екі аяқты жауыздарды бар күшімен дүгіп жіберді. Жігіттердің біреуі жығылып түсті. Екінші жігітті де дүгіге икемдесіп жатқанын көрген әлгі жігіт секіріп машинаға мініп алып, машинаны от алдырып, тез қашуды ойлады. Машина алыстап кете бастады. Ала қой машинаның ізінен бар күшімен шапқылап қуып бара жатыр. Шофердің жанында отырған жігіт терезеден басын шығарып, мына ала қой жыл сайын осылай қуып келеді деп таңданып қарап келді. Иә, жыл сайын кіп-кішкентай қозыларын өлімге қимай, дәрмені қалмағанша, хәлі нашарлап, құлап қалғанша қуып келуші еді. Бүгін 10 километрлік цехқа 500 метр жетпей және құлады. Қойдың ізінен мотоциклмен жетіп келген фермер жігіт ала қойды фермеге апарып, есін жинауын күте бастады. Иә, 5-ші туғанында осылай есінен танып құлағанынша машинаның артынан қуған еді. 15-20 минут жатып есін жинаған ала қой 6-ші, 7-ші, 8-ші туғандарында да дәл осылай дәрмені құрып, есінен танып құлағанша қуып келіп, жарты сағат, 40 минут, соңғысында тіпті 1 сағат бойы ес-түссіз жатып, сосын жайлап өзіне келген еді. Бүгін 1,5 сағат күткен фермер жігіт ақылды ала қойын адалдап алуға мәжбүр болды. Қассап жігіт фермерге ала қой жыл сайын қозыларынан айырылған кез бауыры езіле жоқ болып кеткенін айтты. Иә, ананың аты ана ғой шіркін, мейлі жануар болсын, мейлі адам, Алла ананы баламен сынамасын екен. Қымбатты тыңдармандарым, әңгімем ұнаған болса, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып қалдыруыңызды өтінемін. Келесі әңгімемде кездескенше сау саламат болыңыздар. Жасай берсе ғой шіркін, көздерімнің жанары, ол дүниелік болып кетті, жүрегімнің арманы. Қос сәбиім қойдым ғой, қара жердің қойнына, жылай көр болдым, қатал өмір заңына. Қанаты қайрылған аққумын, барынан айрылған анамын. Сәби сүю бақты назар, үмітпен жүрген тірі жанмын. Бар болғанда қызғалдағым, қара көз моншақ қызым, 20 жасын тойлар ем, сарғайып бітті гүлім. Тірі болғанда ұлым, елін қорғар азамат, 18 жасын қарсылап, жігіт болар ед жомарт. Қанаты қайрылған аққумын, барынан айрылған анамын. Сәби сүю бақты назар, үмітпен жүрген тірі жанмын.